Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3-ші сыныптың 66-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы алғашқы ұстаз. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: кел балалар, оқулық өлеңін есіңе түсір. Оны жазған кім? Сөз жұмбақты дұрыс шешсең, сарғыш түсті тұр көзден есімі шығады. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Кел балалар, оқылық. Бұл жерде екіншісіне балалар деген сөзді қоясыңдар. Үшіншісіне оқысаңыз балалар, оқысаңыз. Төртінші шымнан шырақ жағылар, шырақты қоямыз. Бесінші сыйса көйлек үстіңе, сыйса дегенді қоямыз. Алтыншы қартайғанды мал, тайса дегенді қоямыз. Бұл жерде бізде ыбырай деген сөз шығады балалар. Өлеңді түсініп оқы. Екінші тапсырма: алғашқы қоңырау. Қағылды зор қоңырау, күмбірледі, аралап айлық жерді, күндік жерді. Ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Кім қаққан аты жөні, кім қоңыраушының, даланың дүбірлеткен қойнау шыңын. Қалың ел, қара қазан сары баланың, қашанға арын қамын ойлаушы кім. Сол сұрақ қоңырауға қосып үнін, бар қазақ аспанында ұшты бүгін. Ыбырай, ыбырай деген жалғыз есім, туған жер таза ауасын құшты қырын. Ғафу Қайырбеков. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Өлеңнің автор туралы әңгімеле. Ғафу Қайырбеков ақын. Ғафу Қайырбеков 1928 жылы дүниеге келіп, 1994 жылы дүниеден өткен. Қостанай облысы Жангелдин ауданында туған. Оның «Дала қоңырау» атты поэмасы бар. Онда Ыбырай Алтынсарин бейнесі сипатталған. Келесі тапсырма бізде төртінші тапсырма: Ыбырай Алтынсарин туралы мәлімет жина. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының белгілі би және старшын Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленеді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. Көп оқыды, Ресей қоғамының білімді адамдарымен жиі араласып тұрды. Бесінші тапсырма: мынандай топтарға бөлініп, Ыбырай Алтынсарин туралы сөйлеуге дайындалыңдар. Ағартушы, жазушы, ақын. Ыбырай қазақ хрестоматиясына кірген өлеңдерінде халық ағарту идеясын көтерді. Оның «Кел балалар, оқылық, өнер білім бар жұттар» өлеңдері осындай мақсатта туған. «Кел балалар, оқылық» өлеңі жастарды оқуға, білім алуға шақырады. Оқысаңдар балалар, шыннан шырақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар. Кел балалар, оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Келесі алтыншы тапсырма: Ыбырай Алтынсарин туралы білгеніңді сызбаға түсір. Ыбырай Алтынсарин жазушы. Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырды. Ыбырай ұстаздықты мектептер ашып, қазақ балаларын оқытуды армандайды. Ол көптеген ғибратты әңгімелер жазды. Мысалы, асыл шөп, бір уыс мақта, қанағат, бай баласы мен жарлы баласы, тағы басқа. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сабақтың соңына дейін бірге болғандарыңа рахмет. Сау болыңдар.